Кәсіпқой бокстағы қазақстандық проспект Данияр Елеусінов өткен сенбі күні 10-ші кездесуін өткізіп жеңіске жеткен болатын. Жерлесіміз намибиялық былғары қолғап шебері 3 тұжырым бойынша экс-әлем чемпионы Джулиус Индонганы екінші раундта техникалық нокаутпен ұтты. Осы бір жеңістен кейін қазір қазақ боксшысы туралы шартарапқа түрлі жаңалықтар тарай бастады. Бұл жеңісті американдық boxingskin.com сайты әсірелей мақтады. Олар Данияр Елеусінов Теренс Кроуфордтан озып кетті деп жарыса жариялауда. Мұнда олар Кроуфордтың Индонганы небәрі 3-ші раундта ғана құлата алғанын, ал Данияр 2-ші раундта қарсыласты мезгілінен бұрын ұтқанын меңзеуде. Мұның түсінігі де бар. Дәл қазіргі сәтте Теренс салмақ дәрежесіне қарамастан әлемнің үздіктерінің көшін бастап тұр. Сондықтан оның есімін тықпалау арқылы жаңалықтарын танымалдандыруда. Бұл Даниярға да үлкен көмек. Оның есімін де барынша көп адам еститін болады. Елеусінов бұл сында жартылай орта салмақтағы өзінің тырнақалды белбеуі IBF интерконтиненталды ұтып алды. Бұл жеңісті олимпиада чемпионы өте қарапайым қабылдады. Келесі қарсыласым кім болатындығын білмеймін. Дәл қазір мен ана чемпиондарды беріңдер, мынаны алдыма алып келіңдер деп трэш-токингпен айналыспаймын. Мұндай істерді қалайтын адам емеспін. Сөздің адамы болғандықтан қатты айқайлап өз сөзіме жауап бере алмай қалғым келмейді дейді. Десе де ол, әрине мен чемпиондармен кездесуге дайынмын, олардың әрқайсысын сыйлаймын, мүмкіндік берсе кіммен болса да шығуға дайынмын. Бірақ олар менен қорқады, мен олардың мұрнын бет қыламын деуден аулақпын. Қазіргі жағдайым көңілімнен шығады. Әрине деңгей өсе түспек. Егер мен жеңіске жетіп отырсам, қарсыластарымның да мықты болатындығы анық дегенді айтты. Осы ретте айта кетейік, Даниярдың промоутері Эдди Хирн қазірдің өзінде келесі қарсыласты дайындаумен айналысып кеткен секілді. Ол өзінің твиттердегі парақшасында Даниярдың кезекті қарсыласы ретінде американдық проспект Вирджил Ортисті көргісі келетіндігін жазды. Бұл боксшының құқығы Golden Boy промоушеніне тиесілі. Хирн Даниярдың Ортиске қарсы шыққанын қалаймын. Олар 147 фунттағы екі керемет проспектілер деп жазды. Бұл сөзді Дазынның твиттер аккаунты да іліп алып кетті. Әлем чемпиондығына үміткер екі жартылай орта салмақтың боксшылары. Бұл бір отты кездесу болар еді деп жазды олар. Осы жеңістен кейін Елеусіновтың боксрек рейтингіндегі орында біршама жоғарылады. Ол 39 саттан 26 орынға бірақ қарғыды. Боксректің рейтингісі бұл жалпы әлем бойынша бокстасатын боксшыларды жасақталған. Келесі сыннан кейін ақ Данияр үздік 10 қатарынан табылуы мүмкін. Ал IBF тұжырымы бойынша Данияр кезекті белбеудің егері болғандықтан мұнда да кәдімгідей көтеріледі. Мұның бәрі әрине жақсы. Данияр маңында кіл позитивті жаңалықтар орын алуда. Бірақ бұл кеште әттеген ай деген бір сәтте болды. Геннадий Головкиннің осы бокс кешіне келгендігін бәріміз білеміз. Бірақ Triple G'ді өзінің отандасының бәсекесінен гөрі Рассада, Джейкобс жекпе-жегі қатты қызықтырған секілді. Өйткені жекпе-жекке дейін де, кейін де қазақстандық боксшы өз отандасының киім ауыстыратын орнына кіріп, қолдауын көрсетіп жеңісімен құттықтамапты да. Шет елде жүріп барлығы бір терінің пұшпағын илеп жүргендіктен қолдауларын танытып жүргенін қалайсың. Бірақ көріп отырғандарыңыздай, Гена тарапынан ондай болмаған. Бұл кикілжің өткен жылы орын алған болатын. Гена өзінің бокс кешінде Даниярдың бокстасуына жол бермей, оның орнына өзбек былғары қолғап шеберін таңдаған еді. Мұндайға түрткі болған Даниярдың сұхбаттарының бірінде Генаға ұқсағысы келмейтіндігін, оның өз жолымен кетуді ойлайтындығы туралы пікірі себеп болған сыңайлы. Өкінішті. Ал тағы бір қазақстандық супер орта салмақтағы жеңіліс көрмей жүрген Айдос Ербосынұлы келесі кездесуін 16 желтоқсан күні Нұр-Сұлтан қаласында өткізеді. Мұндай ақпаратты Boxrec сайты таратты. Осы сайттың ақпарат көзіне сенер болсақ, Айдос ганалық Исса Самирмен бақ сынасады. Самирдің есімі қазақстандық жанкүйерлерге таныс. Өйткені ол осы жылдың наурыз айында Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жек өткізуі тиіс еді. Алайда пандемияға байланысты кездесу болмай қалды. Ганалық 19 кездесу өткізіп, 19 жеңіске жеткен, 16-сын нокаутпен аяқтаған. Жасы 31-де, жекпе-жектерінің барлығын бұған дейін тек өз елінде өткізіп келген. Ербосынұлы WBC Азия, WBA International және WBO Global белбеулерінің егері. Соңғы рет ол 26 шілдеде Минскіде кездесу өткізіп, Нуху Лавальды ұтқан болатын. Қазір Айдос WBA рейтингісінде 2-ші орында, WBO-да 6-шы, IBF-те 7-ші, WBC-де 15-ші сатыларда келе жатқан жарқын проспектіміз. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Бұл материалда ВК, WhatsApp, Facebook және Instagramнан таратуға көмектесіңіздер. Айтпақшы біздің инста парақшамызға тіркеле кетіңіздер. Сілтемесі бірінші комментке қыстырылған. Тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары көп болғай.